Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын дәмді лакомканың рецептісімен бөлісемін. Балалық шақтың дәмін беретін тәттіні жасаймыз. Бізде жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Өте сәтті шығатын рецепттердің бірі. Бізде осылай жұмсақ болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Жылы сүт қосамыз. Және ашытқымызды қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да оңай әрі пайдалы рецепттерім бар. Және кішкене қантымызды қосамыз. Ерітілген сары май қосамыз. Шай қасықпен кішкене ас тұзын қосамыз. Ұнымызды аз-аздан осылай қосып отырамыз. Алғашында осылай венчикпен араластырамыз. Жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Ал енді қолымызбен илейміз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз осылай. Жаңадан шығып отыратын рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Ал енді үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіреміз. Ұнды көп қосып қоймау үшін осылай жасасаңыздар болады. Ал енді ыдысымызға кішкене майымызды құямыз. Шет-шетіне жағып аламыз. Көтерілуге қоямыз. Үстінен жеңіл затпен жауамыз. Бізде қамырымыз көтеріліп шықты, ал енді жұмыс істеуге дайын. Үстелімізге түсіріп аламыз. Бөліктерге бөлеміз. Дәл осы тестамыздан бізде 10 штугі шығады. Қамырларымызды жинақтап, осылай домалақтап шығамыз.
Келесі кезекте оқтауымызбен жаямыз. Ұнымызды кішкенеден сеуіп отырамыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, осылай жайып аламыз. Жұқартып жайып алған соң, екінші бетін бүктеп шығамыз. Бір қайырып аламыз осылай. Ыдысымызға орналастырдық. Үстінен жеңіл затпен кішкене уақытқа көтерілуге қоямыз. 15 минуттан соң бізде осылай көтеріліп шықты. Бір дана жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт қосамыз, араластырамыз. Үстінен щеткамызбен жағып аламыз. Пешкемізді қыздыруға қоямыз. 180-200 градуста пісіріп аламыз. Арасына жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды ыдысымызға саламыз. Және миксерлейміз. Қоюлатылған сүтімізді қосамыз. Біркелкі болғанша миксерлеп шығамыз. Ал енді шетіне жағу үшін кішкене жаңғағымызды блендермен араластырамыз. Және жарты штугын осылайынан майдалап аламыз. Бізде осылай ұнтақ болып шығады. Ал енді арасынан осылай ашып аламыз. Арасына кремімізді жағып аламыз. Шет-шетіне кішкене ғана жағамыз. Дәл осы рецептпен жасап сатылымға шығарсаңыздар болады. Өте жұмсақ болып шығады. Ұнтағымызға осылай шетінен батырып аламыз. Видео сіздерге пайдалы болса пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Осылай барлығын жасап шығасыздар. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.